Сәлем достар, сіздермен осындай керемет болып шығатын сэндвич бургердің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, көптеген рецепттер шығып тұрады. Сатылымға я болмаса отбасыларыңызға жасасаңыздар болады. Бюджетті вариант. Бізге бөлме температурасындағы тұрған 200 грамм су, 1 шай қасық толтырмай тұз, 5 грамм ашытқы, 2 ас қасық шекеріміз салып, 30 грамм бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды аламыз да осылай былғап шығамыз. Майымызды газ плитада ертіп алсаңыздар болады, я болмаса осылай сала берсеңіздер болады. Майымызды ерткен соң дрожждың үстіне ысылай құйып жүрмеңіздер, дрожжымыз пісіп кетеді. 350 грамм ұн керек болады. Осылай ситадан міндетті түрде өткізіп аласыздар. Сол кезде біздің қамырымыз жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығады. Осылай елеп аласыздар. Бізде осы қамырдан 10 данадай шығады. Сіздер 2-3 есе көбейтіп жасайтын болсаңыздар, 2-3 есеге көбейтесіздер. Сатылымға я болмаса отбасыңыз көп болса, мөлшерін көбейтсеңіздер болады. Тағы да бір рецептпен бөлісіп кетемін, описание бөлімінде, сонымен жасасаңыздар да болады. Осылай қақпағын жауып, 1 сағатқа көтертуге жібереміз. 1 сағат көтерілген соң 1-2 рет басып жіберсеңіздер болады. Біздің қамырларымыз осылай көтеріліп шықты. Общий шыққан қамырларыңызды өлшеп алыңыздар. Сосын сізге неше дана керек болады, солай бөлесіздер. Общий қамырыңызды менде 50-60 граммдай шықты. Қияр керек болады бізге. Мол салам десеңіздер, мол салуларыңызға да болады. Қызанақты да осылай жұп-жұқа қылып кесіп аламыз. Өте керемет күшті сэндвич болып шығады бізде. Колбасамызды да осылай жұп-жұқа етіп турайсыздар. Қолыңызбен я болмаса оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қылып жаймасаңыздар, өте қалың болып кетсе де жаман. Осылай қолымызды сұйық майға батырып, ортасынан осылай қайырамыз да, тағы да үстіне сұйық майды жағып шығамыз да, осылай қайырамыз, 3 бұрышты қылып. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет күшті болып шығады. Осылай тағы да қолымызды сұйық майымызға батырамыз да, осылай жағып шығамыз. Ортасынан қайырамыз, тағы да сұйық майымызды жағып шығамыз. Сол кезде біздің арасындағы қамырымыз бір-біріне бірігіп жабысып қалмауы керек. Піскен кезде сұйық майды бірікпеу үшін жағып жатырмыз. Қамырымыз жабысып қалмау үшін сол кезде ашық тұру керек арасы. Ортасына начинка салған кезде. Бір жұмыртқа шамалы үстіне сүт құйып, осылай бетіне жағып шығамыз. Араластырып жақсылап. Сізде жұмыртқа сүт болмай қалған жағдайда жақпасаңыздар да болады. Осылай противендергенімізге жайғастырып, алдын ала қызып тұрған 170-180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Менде пешке салған видеом түспей қалған. Әркімнің пеші әрқалай, қарап тұрып пісіріп аласыздар. Осылай жағып шықсаңыздар, өте әдемі қоңыр болып шығады, жылтырлап. Жақсылап жағып шығыңыздар, айналасына да. Мен ақ күнжіт септім. Қара аралас сепсеңіздер де болады. Я болмаса мак
өз қалауларын сеппесеңіздер де болады, болмай қалған жағдайда. Майонез бен шамалы кетчупымызды алып осылай араластырып аламыз. Сырымызды да алып осылай кесіп аламыз, жұп-жұқа қылып. Мол салуларыңызға да болады. Мол болған сайын тойымды әрі. Осылай жұқалатып турап аласыздар. Сэндвич бургеріміз суыды. Осылай орталарын көріп тұрғандарыңыздай ашық болу керек. Мана сұйық майды жағып шықтық қой. Сол сұйық майымыз кішкене қамырымыз жабысып қалмау үшін жақтық. Кетчуп пен манағы майонезімізді арасына жағып, сыр мен колбаса, қызанақ пен қиярымызды салып шығамыз. Достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осындай салатный листьяды салуға болады. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып тіркеліп кетіңіздер. Көптеген рецепттер шығып тұрады. Описание бөлімінде қандай граммы керек, қандай заттар керектігін жазып кетемін. Міндетті түрде балаларыңызға жасап, я болмаса сатылымға шығарсаңыздар өте керемет, өте дәмді болып шығады. Менің каналымда көптеген рецепттері бар, қарап жасасаңыздар да болады. Өзімнің оригинал кедегі рецепттерім. Ас болсын. Сау болыңыздар.